Сәлем балалар. Бүгін бізде сабақта әдебиеттік оқу 3-ші сынып 28-ші сабақ. Тақырыбымыз жыл санау. Балалар каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа сабақ сіздерге бірінші болып көрінетін болады, балалар. Ал енді сабағымызды бастайық. Уақыт, жыл санау. Сұрақ қоя аласың және жауабын білесің. Яғни балалар, бұнда бізге мәтін берілген. Мәтінді оқы дейді. Тақырыбымыз жыл басы. Ертегі. Қазақтың есептерінде жылдан үлкен, мүшел дегендер бар. Мүшел 12 жыл болады. Сол жылдардың аттары әр хайуанның аттарына ұқсайды. Мысалы, әуелі жыл мүшелде тышқан, екінші сиыр, онан соң барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит және доңыз. Сол жылдарды білетін қазақтарға кісінің қай жылда туғанын айтса, адамның жасын тауып береді. Бұрынғыдан қалған сөздер бойынша, сол хайуандар жыл басы болуға даудаласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен адам үстіне мінсе, алысын жақын етемін. Менің күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылыма шейін арқан, жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ. Жыл ағасы мен боламын, дейді. Түйе айтты: сен адамның жұмысын жасайсың. Арпа, сұлы, шөп асайсың. Тамағын үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айлық алыс жолдарға барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан. Не кез келсе, соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық, дейді. Сиыр айтты: адам егін ексе, менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май алады деп. Қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жапар еді? Жүнімді алып киіз істейді, жабағымменен киіз тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт май алады, дейді. Ит айтты: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Сендердің баршаларыңның мен бақташыңмын. Дұшпан көрінсе, үріп, абалап, иеме хабар беремін. Тауық айтты: мен болмасам, кісі ерте тұрып, жұмысына бармай, ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, шақырып, хабар беремін. Таң атты деп, көп отырса, жұмысыңнан қаласың. Жатар уақыт болды деп, түн ортасында шақырамын. Кеш болса, тағы шақырамын. Мезгіл болды деп, дейді. Тышқан не айтарын білмей тұрды да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтты: бұл таласқанмен еш нәрсе көнбес. Күнді қарап тұралық та, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын, дейді. Түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді деп, тышқанның сөзін қостап, бәрі қарап тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап, түйенің үстіне шығып, өркешінің басына мініп отырады. Мұнан соң күнді бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп,
жыл басы болған екен. Түйе бойына сеніп, жылдан құр қалды деген сөз осыдан қалған. Бабалар сөзі 100 томдық, 73 том. Яғни балалар, бұл мәтін болды, мәтінді біздер ертегіні оқыдық. Ал енді екінші тапсырма, жыл 12 айдың қазақша атауларын ата дейді. Яғни суретте сіздерге жануарлар көрсетілген, ал енді осы мүшелдегі жылдар 12 түрлі жануарлардың атымен аталады. Яғни бірінші тышқаннан бастаймыз. Бірінші тышқан, екінші сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, яғни маймыл, тауық, ит, доңыз жылы. Бұлардың 6-ауы үй жануары, 6-ауы түз тағысы. Яғни бұлар 12 айдың қазақша атаулары болып табылады. 12 жыл мүшел жас деп аталады. Яғни жыл басы бізде бірінші болып тұрған тышқан. Ал енді балалар, үшінші тапсырманы оқиық. Мәтіннің негізгі ойына сай келетін нақыл сөздер ойластыр дейді. Яғни мәтінге сай келетін нақыл сөз ол мақтаншақтық бос сөз немесе мақтаншақтық пайдаға аспас. Төртінші тапсырма, мәтінге сүйеніп, әр жылды сипаттап айт. Балалар, қазақ халқы ежелден әр жыл сол жылға байланысты болып келеді деп болжайды. Яғни сиыр жылы бұл жылда кеңшілік болады, жайылымда молшылық болады деп болжап отырған. Ал барыс жылында адамдарды керемет байлыққа кенеліп, ержүректілікке тәрбиеленеді деп болжаған. Жылқы жылында шауып, шабыттанып, керемет көңіл күйде жүреді деп есептеген. Бесінші тапсырма балалар, бөлімнің қалай аталып тұрғанына зер сал. Төмендегі сөздер қатарын толықтыр және түсіндір. Яғни жыл, ай, күн деп берілген. Ғасыр, яғни ең ұзақ жыл, 100 жыл болады бір ғасырда. Одан кейін жыл, ай, апта, күн, сағат, минут, секунд. Ал енді балалар, соңғы тапсырма, 6-шы тапсырмамыз, ертегі бойынша 5-6 сұрақ құрастырып жауап беріңдер. Бірінші сұрақ, жануарлар не үшін таласты? Жануарлар жыл басы болу үшін таласты, балалар. Екінші, түйе не айтты? Түйе, яғни алыс сапарға сусыз шыдайтынын, төзімді жануар екенін, жолда қандай шөп кездессе де соны жей беретінін, талғамайтындығын айтып мақтанды. Ит не айтты? Ит, яғни барлығыңды мен қасқыр келіп қалса, жаңағы үй иесіне айтып, сендерді қорғаймын деп соны айтты. Ал енді төртінші, жыл басы кім болды? Жыл басы тышқан болды. Соңғы сұрақ, тышқан қалайша жыл басы болды? Тышқан, яғни қолыққа салып, түйенің өркешіне мініп, бірінші жаңағы күннің атқанын көріп, жыл басы болды. Ал енді балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.